Жүкті болған келінге жасалатын салт-дәстүр. Керегеге орамал таңу. Келіннің жүкті болғанын білген ене, атамыздың әруағы біліп, қолдап жүрсін деп, ауылдағы үлкен үйдің керегесіне ақ орамал таңады. Құрсақ шашу. Келін жерік болғанда кішігірім той істейді. Сол тойға әйелдер өз үйлерінен бір-бір дәм пісіріп әкеледі. Пиязбен тамақтандыру. Жүкті келіннің тәбетін ашылсын деген ниетпен пиязбен тамақтандырады. Пияз жегізеді. Пияз тұмау, сұйық тию деген нәрселердің алдын алады және емдейді. Сағыз шайнату. Ол іштегі бала шымыр болсын деген ниетпен жасалады. Баланың сүйегі берік болу үшін қызыл ірімшік жегізеді. Арқан еспеу. Баланың кіндігі оралып қалуы мүмкін. Сонымен қатар тоқымамен де айналысуға тыйым салынады. Келіннің етегін бүру, далаға жалғыз шығармау. Бұл түсік болдырмау үшін жасалатын салт. Түйе етін, сүтін тұтынбау. Бұл жүкті әйел түйе етін немесе сүтін қолданатын болса, баласын 9 немесе 12 ай көтеруі мүмкін. Сондықтан да түйе өнімдерін тұтынуға болмайды. Сонымен қатар бала туылғаннан кейін жасалатын тағы бір салт қалжа. Қалжа жас босанған келінге арнап байланған қой. Қалжалы әйелден олжалы ұл өседі дегендей, әйел өмірінде оның мәні зор. Қалжаға сойылған қойдың 6 буыннан тұратын мойын омыртқасын бірінші күні келіннің өзіне тісін тигізбей қолымен мүжітеді. Еттен тазарған жұлынды тік таяқшаға кигізіп, баланың мойны қатсын деп керегенің басына іледі. Бұл баланың мойны тез қатайсын деген ырым. Бір атап өтерлігі, жаңа босанған келінге ешкі етін беруге болмайды. Өйткені ешкі еті желді болғандықтан әйелдің тұла бойындағы суықты қоздырып, көне жаңа ауруларының қозуына себеп болады. Қазақта қалжалы бала батыр, қалжасыз бала қалжыр деген сөз бар. Ержігіттердің бір жұмысқа әлі келмей жығылып жатса, сен туғанда шешең қалжа жемеген бе деп қағытатын болған. Қалжаны кей өңірлерде келіннің төркіні де әкеліп жатады. Бірақ қалжа негізінен келіншектің күйеуінің мойнындағы міндет, парызы болып есептеледі. Ал енелері қалжаға сойылған қойдың етін ұсақтап турап, 40 күн бойы келіндеріне беріп, жас сорпамен терлеткен. Осы терді қазақ қылжа тер немесе шілде тер деп атайды. Егер шілде тері шықпаса, ана мен бала 40 түрлі ауруға шалдығып, күн өткен сайын аурушаң болып кетеді. Негізі әйелдің босанғаннан кейінгі іштегі қатқан қаны мен артық тұзы желі терлеу арқылы сыртқа термен шығады екен. Әжелеріміздің кейбір келіннің бетіндегі қара дақты көрсе, тері қатып қалыпты ғой деп жататыны сондықтан. Бұрын 40 күн бойы жас босанған ананың қолын суға салғызбаған. Тісіне суық тиеді, тісі түсіп қалады деп салқын су, суық сусын ішкізбеген.